айнасының кезекті сапары бұл жолы Сарыағаш ауданында жалғасын тапты. Түсірілім жұмыстары 50 жылдан астам тарихы бар номері 12-ші колледжде өтті. 1973 жылы іргесі қаланған оқу орнында бүгінде 500-ден аса студент білім алып, оларға 59 білікті педагог тәлім беруде. 7 гектар аумаққа орналасқан 7 корпустан тұратын бұл білім ордасы талай шәкірттің үлкен өмірге жолдама алған қара шаңырағы. Ендеше осы оқу орнының тыныс тіршілігімен бірге танысайық. Жылдан астам уақыттың үнін сақтаған бұл оқу орны тұтас бір дәуірдің куәсіндей. Қабырғасына қарасаң өткеннің табы сезіледі, дәрісінде тарихтың иісі аңқиды. Талай ұрпақты түлеткен қара шаңырақтың әр кірпіші білім мен еңбектің жылуын бойына сіңіргендей. Мұнда тек сабақ қана емес, жылдар бойы жиналған тәжірибе мен тағдырлар тоғысы жатыр. Түркістан облысы Сарыағаш ауданына қарасты номер 12-ші колледж мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны. Негізі 1970 жылы қаланған, 50 жылдан аса тарихы бар. 7 корпустан тұрады, 7 гектар аумағы бар. Қазіргі таңда 10 мамандық, 16 біліктілік бойынша 59 педагогымыз тәлім-тәрбие беруде. Жалпы бас оқу ғимаратымыз сыйымдылығы 720 орын. Жалпы колледжіміз 8 шеберхана, 7 зертхана, 32 оқу кабинетінен жасақталған, және де кітапханамыз 12 мыңға жуық кітап қоры бар, және жатақханамыз 370 орынға сыйымдылығы бар, және қазіргі таңда 84 студентіміз жатып тәлім-тәрбие алуда. Жатақханадағы студенттеріміз сабақтан тыс қосымша үй білімімен қамтылған. Жатақханамызда барлық жағдай жасалған, ыстық су, мұздай су, автоматтандырылған кір машинесі бар. Түстен кейінгі бос уақыттарында үйірмелермен қамтылған, атап айтсақ, спорттың волейбол, футбол түрінен және кітапханамыз қамтылған. Материалдық техникалық базамыз қазіргі заман талабына сай барлығы жабдықталған. Дәнекерлеудің 4 бағыт бойынша толық білім алуда. Ал автомобиль көлігінде техникалық қызмет көрсету мамандығы бойынша жеңіл машиненің моторынан бастап электрлік жабдықтарына дейін барлығы, диагностикаға дейін барлығы қарастырылған. Жетістіктерімізге келетін болсақ, 2019 жылдан бастап WorldSkills чемпионатына үзбей қатысудамыз. 2024 жылы 4 мамандықтан орынға ие болғанбыз. Бірінші дәнекерлеу ісі бойынша 1-ші орын, шанақ жұмыстары бойынша 1-ші орын, ал сан технологиясы және автокөлікке техникалық қызмет көрсету бойынша 3-ші орынмен аяқтағанбыз 2024. 2025 жылға келетін болсақ, 2025 жылы дәнекерлеу ісі бойынша 1-ші орын және аспаз мамандығы бойынша арнайы медальмен аяқтағанбыз. Биылғы WorldSkills чемпионатына қазіргі уақытта дайындық қызу жүруде. Тарихы терең қара шаңырағымыз 50 жылдан аса тарихы бар. Қазіргі таңда бітірген шәкірттеріміз Қазақстанның түкпір-түкпірінде мемлекеттік қызметі бар. Жалпы қызметтер атқаруда. Биылғы жылы 200-ден аса студент бітіргелі отыр. 2024-2025 оқу жылында 206 студентіміз бітірген. Соның 92% жұмыспен қамтылған. Колледждің қазіргі басты ұстап отқан мақсатымыз жеткен жетістіктерімізді бұдан арғарай дамытып, биасымдық беріліп отқан бағытымыз IT бағытын бұдан арғарай түрлендірсек деп отырмыз. Жоғарыда айтылған материалдық техникалық базамызды бірге аралап жүріп көріп қайтайық. Бұл оқу орнында ұстаздар қауымның сапалы құрамы да жоғары деңгейде қалыптасқан. Саналы ғұмырын шәкірт тәрбиесіне арнаған білікті мамандар бүгінгі таңда жас буынға сапалы білім мен тағылымды тәрбие беріп келеді. Солардың бірі аға өндірістік оқыту шебері Жекебаев Қуанышбек. Ол өз тәжірибесімен бөлісіп, шәкірттерін мамандықтың қыр-сырына баулып жүр. Бүгінде студенттер өндірістік сабақтар барысында көптеген практикалық дағдыларды меңгеріп, дуалды оқыту жүйесі арқылы шыңдалып келеді. Соның нәтижесінде олар еңбек нарығына дайын білікті маман болып қалыптасуда. Бізде негізінен
7 мамандық және 12 біліктілік оқытылады. Мына бүгінгі көріп тұрғандарыңыздай автокөлікке техникалық қызмет көрсету мамандығы бойынша, оның ішіндегі автокөлікке техникалық қызмет көрсету, жөндеу слесарі біліктілігі бойынша сабақ өтіліп жатыр. Бұл жерде негізінен өндірістік сабақтарымыз өтіледі, өндіріс шеберханаларында және біздің серіктестеріміз бар, мекемелеріміз. Осы мекемелерге өндірістік практикадан, кәсіби тәжірибеден өтіледі. Қазіргі таңда бізде 56 серіктес мекемеміз бар, оның ішінде жеке кәсіпкерлер де бар, және үлкен кәсіптік мекемелер бар. Олардың ішінде. Сол жерлерден негізінен біздің осы жерде оқып жатқан барлық студенттеріміз кәсіби тәжірибеден өтеді. Дуалды оқыту жүйесінен негізінен 20 серіктесіміз бар. Оның ішінде мынау Теміртау, Жорабек ата, осы мекемелерден біздің студенттеріміз дуалдық оқыту жүйесіне өтеді. Дуалдық оқыту жүйесінде қазір 210 оқушымыз бар, студенттеріміз. Олар өзі күнделікті, мысалға, 1 апта, 2 апта теориялық сабағын өтсе, одан кейін 2 апта осы жерде теориялық сабақты практикада барып ұштастырады. Мен осы нөмір 12 колледжде автомобильге техникалық қызмет көрсету және пайдалану мамандығы бойынша 3-ші курста оқимын. Өз мамандығым өзіме ұнайды. Былтыр 2020 жылы жас жұмысшы маман жылдарына орай жас маман иесі конкурсына қатысып 1-ші орын иелендім. 2020 жылы WorldSkills Түркістан облыстық чемпионатына жеңіл автокөлікке техникалық қызмет көрсету және пайдалану құзыреттілігі бойынша 3-ші орын иелендім. Биыл мамыр айында өтетін WorldSkills чемпионатына қатысу үшін қызу дайындықта үстіндемін. Және де жақсы көрсеткіш көрсетемін деген ойдамын. Үйірмелер бар, қосымша сабақтар. Көбісінесе бізде осы мотор коробкаша сұрады. Көбісі айтады бізде істетпейді деп. Бізде мотор коробкаша қызыққан, диагностика бар бізде. Көбінесе тігінші көп қой бізде мамандықтар. Соған қарай қызыққандар болса, келіп түсе берсе болады. Үйреніп жатсыңдар ма, жалпы ұнай ма? Жалпы ұнайды. 1-ші курстан бері қатысам, қызыққан бойынша қатарына 2 жыл жарысқа барып келдім. Барамыз тағы. Қызыққан болса, үйреніп кетуге болады. Алда бір қандай жоспарларыңыз? Алда осыны бітіріп, высший тапсырсам ба деген ойымда бар. Жеке кәсіпкер ашсам ба деген ойым бар осы мамандығым бойынша. Әр поршынды бөлек-бөлек қойыңдар, орын-орнымен. 1-ді 1-ге, 2-ні 2-ге, 3-ті 3-ге, 4-ті 4-ге түсіңдер ма? Қалай болса солай қоймаңдар. Қазір қайып жинайсыңдар. Осымен шашылып қалып кетпейді. Күлішің бұзартай алдыр. Міне мынау біздердің қазір біз автомеханиктер техникалық қызмет көрсету автокөлікке. Оны көріп шықтық. Енді мынау келесі бөлмеміз осы бізде оқитын студенттеріміздің шығармашылық жұмыстарының бөлмесі. Міне бұл жерде барлығы қолмен жасалған. Бұл жерде енді негізінен өндірістік оқыту шеберлері басшылық жасап, мына өздерінің мысалға, мына жерде бізге қазір халыққа өте бір қолданысқа, сұранысқа жоғары бағаланатын қазіргі таңда. Қазіргі осыны біз студенттер жасап жатыр осыны. Қазіргі уақытта сұранысқа ие. Одан кейін мысалға бізде тігінші мамандығы бойынша міне қазақтың ою өрнектері мен қазақи киімдерді жасаған бұйымдары. Барлық шәкірттердің жұмыстары. Мынау біздің электр дәнекерлеу мамандығы бойынша электр дәнекерлеу топтары бар. Осылардың гүл қойғыштар, мынау жаңағы беседкалар, жаңағыдай качелья, осылардың барлығын. Бұл жерге енді тек единый экземплярлары қойылған ба жағдай. Так, барлығы өзіміздің шеберханаларда барлығы. Осыларды заказбенен алып жасап жатыр тапсырыс бойынша.
Студенттік шақтың ең жарқын, ең қызықты сәттерінің бірі жатақханадағы өмір. Бұл тек тұратын орын ғана емес, достықтың, тәжірибенің, өз бетінше өмір сүрудің алғашқы мектебі. Қазіргі таңда колледж жатақханасында 100-ге жуық шәкірт тұрып білім алуда. Студенттер сабақтан тыс үйірмелерге қатысып, кітапханада уақытын өткізіп, бос уақыттарын тиімді пайдалануға дағдыланған. Солардың бірі 2-ші курс студенті Абдуллаева Айдын. Ол жатақханада тұрып, белсенді өмір салтын ұстанып, түрлі үйірмелерге қатысып жүргендігін айтады. Жатақханада тұрып жатқаныма осы 2 жылдай уақыт болды. Жатақханада барлық жағдай жасалған. Ыстық су, мұздай су, газ, душ бәрі бар, асханада бар. Одан бөлек бізде сабақтан кейін үйірмелер бар. Спорттық жақтан волейбол, футбол солар бар. Сабақтан кейін барып дайындалатындарымыз бар. Бізде пән жағынан орыс тілі, ағылшын үйірмесі бар. Кітапхана бар бізде, дайындалып сабақтан кейін бос уақытымызда сояққа барады. Сарыағаш төріндегі бұл білім ордасы өткеннің өнегесі мен бүгіннің жаңашылдығын үйлестірген киелі мекен. Талай шәкіртке бағыт бағдар беріп, үлкен өмірге жол ашқан қара шаңырақ бүгінде өз дәстүрінен жаңылмай келеді. Білікті ұстаздар мен талапты студенттердің арқасында оқу орны сапалы білім мен саналы тәрбиенің ордасына айналған. Осы жерден түлеп ұшқан жас мамандар ел дамуына өз үлесін қосары сөзсіз.